Hayırlı gün dostlar. Күндеріңіз сәтті, жемісті болсын. Алланың көрсеткен әрбір күніне шүкіршілік айтайық. Мына үш батыр қазір сабақтарын істеп, тамақтарын жеп, далаға шықты. Дала өте суық, бірақ сонда да шығардым, себебі үйге сыймай баратыр. Пешкені өшіріп қойдым, үй ысып кетті, жайсыз ысып кетті. Ана біреудің істеп жүрген ғана. Бүгін демалыс күні маған, демалыс жариялап жатырмын, себебі кілемдер келгенше ештеңе істемек қойыншы делатын. Оның үстінде ауырғаным бар. Бүгін жайсыз болып тұрдым. Тұмау кететін ойы жоқ. Қазір жатып, YouTube көріп, не істесем де түс қайта істейтінімді біліп тұрмын. Қазір дәл қазір желание жоқ. Үш мастер, по-моему, сат істеп жатыр деймін. Екеуі сат істеп жатыр. Ертең мына темір тесектерді жинап сарайға кіргізіп, осы жерді жинап тастасам, я молодец болам. Не істеп алған мына маймыл, не істеп алған? Кілемдер жоқ, кілемдерсіз не уютно, но придется потерпеть. Бүгін кешке кеп қалатын шығар деп отырмын. Үй тез суып кетіп жатыр. Бірақ осындай суықты бермесем тағы болмайды. Білмеймін, балам неғып қараңғы болып кеткен. Сендер ғой басып отқан. Өшіріп қоймадыңдар ма? Ешкінің тамақтың қарекеті болып жатыр. Қазір фарш бізде. Одан кейін овощи, зелень. Бұдан подлив жасаймыз и астына қамыр жаямыз. Құшақ саған гүл берем, бірақ гүл бола алмаймын. Шашылған нұрмын, ашылған сырмын, көктегі күнмін, жер басып жүрмін сен үшін. Сені жылап тұрдым, Пакетчим дайын болған кезде үстінен көкшөп турап салып жібереміз. Қазір 2 пиалайдай 2-3 пиалай су құям. И все, оп-оңай тамақ. Астына қамырды жақсылап жайсақ. Тез-тез әрі тойымды, дәмді тамақ болып шыға келеді. Ой, мыналар мен байлықтарын бәрін алып шығып, үйлерін істеп жатыр. Вот такая красота у нас получилась. Нина? Ақша төлемеу ма? Иә. Бірдеңе ауысқанда любой нәрсе. Қой, мата, қымбат не болған сол заманда төмен. Жерге ма? Жерге де сөйтіп не болған. Қана түтіп, алақандай. Алақандай жерді не істеп бала? Мынандай болды подлив. Красота неописуемая. Наверное, вкус тоже такой деп па. И мына жерде қамыр қайнап жатыр. Қазір қамырды сап аламыз. Так. Красоту наводим. Қайда? Осының ішінде. Қазір табамыз жеткен кезде сәл сусын.
Қамырды салып жүргенде Ернұр жайып сол қамырын іздеп. Енді өзің самайсың ба? Иісі күшті болады. Егер вам лень, можете просто рис или макаронку, вермишельку. Ну, я сегодня отдохнувшая, сол үшін күшім көп. Қамыр жайғым келді, жайдым. Күшті тамақ істеп жатыр, мама. Жаным. Кішкентай қойсақаным. Енді бұл суып тұра тұрсын, сәл демін алсын. Мен намаз оқып келейін, кейін жейміз. Ертеңге. Ау, же. Ауқат же. Өзің жеп жатыр ма? Өзің жайғаныңды өзің жеп жатсың ба? Иә. Тәтті ма? Қаның асты ма? Тәттікен қоямам. Қайсың? Қойып тамақ жеп оңдар. Тәтті тамақ қой. Тәтті тамақ. Кешірді тағы пісік. Мұны пісік. Нағысы өзіне пісірмесіз. Кен өзіне кейміз көпті. Оған қында пісірмедім. Ойнама, же. Тамақ қоймедім. Ұнамасты ойнама. Я просто ездил на трассу для монстр-трак. И котенок рассказал Максу все, что произошло. Как он встретил щенка на огромном джипе. Как узнал про гонки монстр-трак. Как тоже захотел туда поехать. Но не смог проехать даже первую горку. Котенок, ты чего? На твоей машинке можно только по обычным дорогам ездить. Да, я понимаю. Қап-қызыл қалған шайды ішіп жатыр. Өздерге қойып әйтеуір чай пите устраивает. Бұл үйде шай бермейді десе, иә. Әкем жоқ болса жөнді шай ішпейді десе. Болды, қайуана. О жаудан ішші, балам. О жаудан суды ішші. Ана суды ішші ба? Әкел. Маған бересің бе? Бермейсің бе? Қолының бәрі сіре. Қолының бәрі шекер. Тәтті деген ауызынан, тәтті деген сөзді біледі әйтеуір, басқаны білмесе де. Тәтті. Жұмыртқам менің, жұмыртқам. Болды енді, жина. Жүр қолын жуамыз. Ернар, болды, жоқ қой ішінде, адыш болды. Ішінде жоқ қой. Әні, жоқ ішінде, адыш болды, ау мен. Сонда да қоймайды. Қойма. Жоқ қой ішінде. Әкел. Тағы қызғанады. Жаман шайын қызғанады. Тәтті. Осындай керемет нотада. Ой, папамыз жазып отыр. Осындай керемет нотада бүгін күнді аяқтаймыз. Бүгін видео салмаймын, ертеңгі күнмен, бірақ салам. Ертең жұмыс көп. Ертең кішкене видео түсірейік. Бүгін ештеңе түсірмедім. Бүгін ештеңе істемедім, бірақ бүгін жақсы демалып қалдым. Ертең сол демалғанды қайтадан шығарып аламыз. Ертең үйдің ішін, үйдің сыртын тазалап, жай-жайына қою керек. Себебі мен суға да, құдай қаласа, жеңгеммен базарға барам. Жеңгемнің аяғы ауыр, ай күні жақындап отыр. Соған баласына, өзіне
онша мұнша заттар аламыз. Первородка білмейді, қасында жүру керек. Тазик анау мынауынан кейін, короче, әперіп жіберу керек. Сондай болып жатыр. Сол үшін суббота базарда қаңғитын болсам, воскресенье бүкіл тірлікті үлгермеймін. Сол үшін ертең үйдің жұмысын істеп, воскресенье понедельникке дайындаламын. Балдарды жуындырам, Құдай қаласа, Құдай қуат берсе. Содан кейін тамақ істеп понедельникке дайындап кетуім керек бәрін. Сол үшін кухнядан шықпаймын. Ана көкем білген істеп жатыр. Төгіп жатыр, ожаудағы суды қойып. Ой. Сондай. Қайырлы түн. Құдай түн тыныштығын берсін. Дұға тілектеріңізді оқып, армандарыңызды айтып, жатыңыздар. Ертең аман сау, төрт көзіміз түгел кездескенше.